Басым қатты. Бұрын несие дегенді білмеген бабаларым бақытты ма деп қаламын. Сол кездің байлары кедейлерге несиеге мал беріп, пайыздан қайтарып алыпты дегенді естісем, құлағым керең болсын. Жылда несие. Бірінен құтылсам бірі. Мен мұндалап алдымнан шығып тұрғаны. Сағынысып көрісетін болдық. Өзіме де обал жоқ. Нем бар еді десеңізші. Бірақ онымен сыралғы жолдас болғалы 13 жылдың ар жақ бер жағы болыпты-ау. Өзім болғалы осыдан 10 жыл бұрын саяжайда бір үйді жамап жасқап кіріп алдым. Алматыда пәтерден пәтерге жосып жүргенше деп саяжайдан үй алып көшіп барғанда балаша қуанып, әйелімді қапсыра құшақтап жылағаным бар. Қорыққаннан емес әрине, қуанғаннан. Қуантқан да жылатқан да банктің арқасы. Көз жасымды Құдай көрді ме, көп ұзамай аумақ 6 соттық болатын оймақтай жерге қолым жетіп, тағы бір талып қалдым. Қаржыдан қысылып, сол оймақтай жерді сатып тұлғанша есім кетіп, қуақшаға деген тәбетім бір басылмай қойды. Ақыры одан да құтылып, алақаныма шытырлатып $6,000 санап алдым. Мен қиялбек болғалы, құшудан дәмелі алақаныма мұншама көп ақшаның түскені тарихи оқиға болатын. Ойланбастан көлік сататын хан базардан жапондар тепкілеп мініп, орыстар ойбайлатып айдаған ескі көліктің бірін маңдайынан шертіп жүріп сатып алдым. Қуанышымның ыстығы басылмаған кезде кластастарым 20 жылдық кездесуге келістіріп бас қосу туралы сәлемдемесін жіберді. Қатын бала-шағамды ескі көлігіме тоғытып алып, шаңдатып ауылға бардым. Мектеп бітірушілердің кездесуіне қосқан аздаған үлесім бар, мен де құр қалмай, құлдыраңдап сонда жүрдім. Іштік, жедік, дедік, мауқымыз басылып, қайта оралдым. Амал не? Қолда бар ақшамен жаңа үй салсам ба деген дәмем түкке жарамай, ескі үйімде есім кете жамай бастадым. Тәп-тәуір жаңа үйдің пошымына келгенімен, ескілігі қабырғаны шұқсаң аңғарыла кететін еді. Бірде рөмкелес досым кемпірге қанша жаңа көйлек кигізсең де кәрі демекші, ескінің аты ескі деп настроениемді түсіріп-ақ тастағаны. Оған да налитын мен ба, ескі үйде есіркеп жүріп қарыз дегенді қақыратып ала бердім. Жүрегінің түгі барлар мә деп бере салған менен есіне жаз өтіп, күз келіп, қыс кетіп, көктем шыға қайтатын болды. Банктерге деген етене жақындығым күн артқан сайын өршіп, олар мені іздейтін ғадет тапты. Келіңіз төрлетіңіз деп сызылатын, оларға қызығатын сиқым қалмады. Біраз хабарласпай кетсем, бара-бара қайда жоғалып кеттіңіз, сотқа береміз деп, доқ көрсетіп әкіреңдеп шығады. Кәдімгідей көңілім қалып қалды. Жақсы сыйласып жүредік. Қызық деп ойладым. Ақша керек болса, пайыздық үлесі төмен бағамен береміз. Бар болғаны 15 минутта рәсімдейміз. Өкінбейсіз, өміріңізді өзгерту өз қолыңызда дейтін еді. Енді сол пәтшағарлар ақыр соңы қайдасың деп ұялы телефоннан қақсап, ішкеніңді ірің, жегеніңді желімете салатын болды. Әй, өзімде де обал жоқ. Нем бар еді жұғысып. Арасы ат шаптырымнан бастап апталап жүретіндей аралықта мекен етіп жатқан ағайыннан ақша сұрап, көр мықты болсаң, иттерің басыңа қапталмаса да кетчәрі дегені кері сөзі құлақ шекеңе шапталынары рас. Одан да өз күнімді өзім көрейін деп банкке барғанды жөн көретіндер көп. Сонымен әлқисса несиесімен несібесін айырып отырған қазақтың бірінің әңгімесі мұнымен бітпес. Банктен енді несие алмаспын десем де, ағайын көрші-қолаңнан қарыз қалған ақшам миллионға маңайлап миым аши бастады. Ең бірінші табылған ақыл несие алу керек болды. Банкке мөлиіп тағы бардым. Өткен қарыздарыңызды ілдәлдап әрең жапқансың. Жарайды, ойланайық деген банктегі жазалаушылар бір тәуліктен соң мақұлданды деген хабарлама жібергенде жүрегім жарылардай тағы қуандым. Қуанған мен қорыққан бірде деген көзіме жас толды. Ағыл-тегіл ұзақ солқылдадым. Неге екенін өзім түсінбеймін. Сонымен ұзын сонар несие хикаясы өз жалғасын тауып,
жатты. Жұрттан алған қарыз, одан да қорқынышты қарыз үстіне жамалып жатты. Әй, өзіме де обал жоқ. Нем бар еді? Тығырықтан шығудың жалғыз жолы үйімді сату. Не болса да нар тәуекел. Дарбазама қара бояу сатып әкеліп, қарғыс атқыр қарыздың кесірінен үй сатылады деп баттиып жазып қойдым. Айтылған сөз атылған оқ. Қайырып ала алмайсың. Іздеп келушілер $30,000 деген бағамды естіген соң, сәлден соң ізім қайым жоқ болады. Интернет деген шырақ бір айналып қана кетейін. Соған салған хабарламадан үйдің суретін бірге көрген көп жұрт сұрақтарын жаудырып, құлаққа тыным берер емес. 30,000-нан түсесіз бе кішкене? 27-ні қазір санап берейін қолма-қол. Қандай сүйкімді сөздер еді десеңізші. Үйім сатылмай тұрып, шалқайып қалдым. Үй өтіп тұр. Не болса да қарызын сұраған банкті менсінбеуге шықтым. Ждите деп білген орысшамен доқ көрсеттім. Мен жақтан мұндай сенімділікті бұрын естіп көрмеген банк қызметкерлері абдырап қалса керек. Көпке дейін үнсіз қалды. Ақыры не керек? Үй сатылып, қарыздарымды тегіс жабылып, бір дедім. Ойланбастан бір су жаңа көлік мінгім келіп кетті. Тағы банкке бардым. Екі иіннен дем алып мінілмей тұрған қара тұлпардың жалына қолым тигенде менен бақытты ешкім жоқтай сезіндім. Тас жол үстінде ауыздығын жіберіп алғанда желдің өзі шаң қаптыратындай шіреніп отырдым. Несиеге тұлпар міндім. Құмарлықтың әуселесі осы. Қалған аздаған көк қағаздың құдіреті таймай тұрғанда үй салып алуға кірістім. Мына құдіретті қараңыз. Кеше ғана ескі үйді есіркеп жүрген мен, енді аз-маз ақшаға өзбек туыстағандар арқасында 2 қабат үй салып алдым. Деп демалып үлгермей, ұлым мектеп бітіріп, университетке, қызым орта мектепті орталап, колледжге баратын болды. Үйімді әрлеу мен сәндеу жағына қаржым жетпей жүргенде, тағы да көмек қолын банкке создым. Осылайша басыбайлы борышкерге айналдым. Несиеге оқытпақпын. Ол қызым қарызға оқығанмен күн ертең қарызға батпайтындай білімді болса деген арман ұйқы берер емес. Әй қойшы, әйтеуір несие. Жалғыз мен емес қой несиеге құл болып жүрген. Ел ағасынан бастап, баласына дейін сырты күжірейгені мен іштей мүжілетіні бар. Бәрі несиеге күн көріп отыр ғой. Өзімді жұбатқан болам. Бірақ осы банк болмаса қайтер едік. Осы ойды ойласам, денем түршігіп қоя береді. Сақта Құдай, жоқтан сақта, от пен оқтан сақта. Ел тоқ болса, несие де өз-өзінен жоқ болады емес пе? Қатты ұйықтап кетіппін. Бір Жұмағаралда бір ауыл алаңсыз өмір сүруде. Не ішем, не жеймін демейтін мекенде жүрген өңшең қазақтар екен. Соңғы үлгідегі көліктер тіпті жағалауда яхталар қаңтарылып тұр. Біздің аралға келген келімсектер жалданып жұмыс істеп, нан тауып жатқанын байқаймын. Байқаймын да басымды шайқаймын. О, бейшаралар, әлі жалданып жүр-ау деп. Осы сәтте бір ащы дауыс тәтті ұйқымды шорт бөліп оятып жібергені. Әй, сен әлі жатырсың ба? Банктен звондап жатыр саған. Кредитіңді төле деп. Таныдым. Бақырауық түйеде болған дауыстың иесі өз әйелім еді. Назарларыңызға рахмет. Әңгіме ұнаған болса, арнаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өмірден алынған әңгіме.